Мен Артықбеков Еділ Бейсенбекович, Талдықорған қаласынан, Отбасы банктан біз қарап жүргелі 3-4 ай болды ғой деймін. Әскери баспана басталады деп. Содан Инстаграмнан көріп жүрдік. Сөйтіп енді осы әскери баспанамен үйге қол жеткізіп отырмыз. Мен жұмысқа кірген кезде счет ашқам 2014 жылы. Содан бері ақырын жинадым ақшаны. Осы үй алудың себебі ғой, сол үшін жинадым. Где-то 9 жыл ма сондай жиналды ғой деймін енді. Аз-аздан салып отырдым енді. Жоқ енді қинау, жинау вообще қиын болмады енді. Қанша дегенмен осы. Қанша бар ақша сонша салып отырдым ғой. Мына енді алған үйім Қаратал микрорайонында 3 бөлмелі үй алдым. Өзім ұнайды енді, бала шағам бәрі ұнап, осы үйді алдық енді таңдап. Әлбетте тиімді ғой ол әскери баспана. Мына дегенмен қанша? 15% ғана саласың, зато қиналмайды ғой үй алған адамдар. Енді бұл әскери баспана деген бағдарлама негізі мен өзім үшін енді ыңғайлы. Төлегенге де біздің алып жүрген жилищный выплата дейді ғой, квартирный. Сонымен төленеді ғой. Бір жағынан сол ыңғайлы болып тұр бізге. Жыл выплатадан да басқа да бөлек өзімде толтырып отырдым, ақшалар салып отырдым. Зарплатадан салдым ақша. Соның арқасында естіп қол жеткіздік қой осы үйге. Мен бұған дейін квартирада тұрдым. Микрорайон Көктал. Бугор деген жерде квартирада тұрдым. Қуанасың ғой енді, әркім өз үйі болғанға қуанады ғой енді. Не болса да. Білмеймін, мен жүгіріп жүріп әйтеуір бәрін тездетіп бітірген соң жүрмін. Ондай не болмады. Тез бәрін бітіріп, мен тез алып алдым ғой. 12 күн ішінде алдым да. Басқа да үй алғысы келіп жүрген кісілерге не деймін енді. Мына Отбасы банкке өстіп депозитқа ақшаларыңызды салып, енді алла беріп, тездетіп мен сияқты үйлеріңізді алыңыздар енді не деймін. Енді Отбасы банк деген біз үшінен тиімді болып тұр, оның проценті де аз төлегенге. Мен өзіме сол бір жағынан көмек болып тұрды бір жағынан. Қол жетімді ақшасы да кішкене нелеу төлегенге, қиналмай. Бір жағынан сонысы жақсы болып тұр мен үшін. Үйге енді азын аулақ кішкене ремонт жасайын деп әлі көшіп келмедік енді бала шағамен. Міне енді осы сатып алған үйіміз міне Қаратал микрорайонында. Мынау міне кіре беріс. Міне сол жағымызда кухня, кірсеңіздер. Сол кірген кезде сол жақтарыңызда міне детский, одан мен жүзу кірсеңіздер міне зал. Залдың өзі міне қалай кен. Спальня.